Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік халқының керемет, ең сүйікті тағамы gözleменің жасалу жолдарын көрсететін боламын. Бұл тағам өте жеңіл, өте тез дайын болады. Бүгін сіздерге gözlemені шпинатпен жасап көрсететін боламын. Сіздер қаласаңыздар фаршпен немесе күштен өткізілген картоппен жасасаңыздар болады. Ол сіздердің қалауларыңызға қарай. Олай болса дайындауды бастайық. Ең алғаш қамырын жасап аламыз. Қамыр үшін мен 1 кг ұнға 3 шай қасық тұз және 400 грамм су қолдандым. Қамырды жұмсақ етіп елеп аламыз. Қамырдың июін қандырып жақсы елеп болғаннан кейін оны пышақ жәрдемінде 16 бөлікке бөліп аламыз. Енді ұнның көмегімен қамырымызды кішкентай суалар жасап аламыз. Мен әдейі жұмсақ етіп қамырымды еледім. Сол кезде gözleme жұмсақ болып піседі. Міне видеода көрсетілгендей осындай кішкентай суалар жасап аламыз. Біз начинкамызды жасағанға дейін қамырларымызды ас үй сүлгісінің үстіне 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Мен начинкамызды жасап бастадым. 4 дана орташа бойда пиязды осылай ұсақтап турап аламыз. Не пиязымызды осылай ұсақтап турап алдық. Табамыздың ішіне 3-4 ас қасық сұйық майымызды құйып, пиязымызды сұйық майда жақсылап қуырып аламыз. Мен қазір нағыз жаз ай маусымы болғандықтан көк пиязды қостым. 10-15 дана көк пияз қоссаңыздар болады.
пияздар осылай қызарып қуырылғаннан кейін үстіне көк пиязды салып, оны да бірге жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде тұз және өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тұз қостым, қара бұрыш және аштық қызыл бұрыш қостым. Және ең соңында мен 500 грамдай шпинат қостым, менде қатырылған түрі. Достар, менде майы аздау келгендіктен мен тағы 3-4 қасық сұйық май қостым. Міне шпинат суын беріп бастағаннан кейін 10-15 минут бәсең отта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің начинка дайын болды. Енді мен тезірек суысын деген мақсатта басқа ыдысқа аударып жатырмын. Міне біздің қамырларды тынықты, начинкамызды суыды. Енді көзлемелерімізді жасап бастаймыз. Міне достар, қамырымызды ұнның көмегімен әдемілеп жұқалап жайып аламыз. Одан кейін бір ас қасық начинка салып, видеода көрсетілген сияқты түйіп аламыз. Міне осылай екінші бөлігін үстіне жауып, шеттерін әдемілеп жабыстырып аламыз. Ішінде ешқандай ауа қалмау керек. Қалған барлық қамырларымызды видеода көрсетілгендей жасап шығамыз.
Енді gözlemeni pісіріп бастаймыз. Ол үшін табаны 2-3 минут қыздырып, ешқандай май жақпай, gözlemeni табанның үстіне жайғастырамыз. Тағы айта кетейін, gözlemелер орташа отта піседі. Bir жағы піскеннен кейін осылай шанышқының көмегімен gözlemелерді ауыстырамыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары май жағып шығамыз. Енді екінші жағына да тура солай сары майды жағып, піскеннен кейін gözlemемізді аламыз. Міне біздің алғашқы gözlemелері пісіп дайын болды. Тура осы әдіспен барлық gözlemелерімізді пісіріп шығамыз. Достарым, міне біздің gözleme осындай болып пісіп шықты, дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте көріністе әдемі, дәмді керемет, дәмді болды. Жасап көрсеңіздер болады. Егер балдарыңыз шпинат жемейтін болса, фаршпен немесе айтып өткенімдей картоппен жасасаңыздар болады. Менің каналымда видеоларымды қарағандарыңыз үшін сіздерге алғысымды айтамын. Келесі видеоларда көріскенше, қош сау болыңыздар.